Саламатсыздар ма оқушылар мен әріптестер? Бүгін біз ауыл олимпиадасы облыстық кезең 2025-26 жылғы екінші есепті шығарамыз. 9 сынып. 10 ұпайға ең қиын есебі екен. Екінші есеп қауіпті лифт дейді. Енді қарайық. Физик Данияр N қабаттағы лифтке кіреді. Суретті салайық. N-ші қабаттағы лифтке кіреді. Бірақ ол кабинетке кіргеннен кейін бірден лифт кабельден шығып құлай бастайды дейді. Алайда Данияр данышпан физик қана емес, сонымен қатар өте ақылды жігіт болғандықтан лифттің бірінші қабатта бұзылған уақытын тез бағалап, соқтың алдында кабинаның үстінде секіру үшін қажетті сәтті анықтай алды және осылайша мүлдем зиян шекпеді дейді. Диярдың массасы 70 кг, бос лифт кабинасының массасы 14 кг. Диярдың массасы 70, мынау лифттің массасы. Қабаттың биіктігі h 3 метр екен. Егер Дияр жердегі өз биіктігінен 60 см жоғары секірсе, және h 3 метр биіктіктен ешбір зиян шекпеуге болатын болса, мұндай трюкті қалай n максималды қабаттан жасау мүмкін? Лифт бірінші қабаттан төмен түспейді деп есептен, сонымен қатар m-нен кіші деп есептемейміз. Енді шығарайық есепті. Жоғары қарай h биіктікке секірген кезде келесі бастапқы жылдамдыққа ие болады. Оны қалай шығарамыз? Энергия сақтау заңын қолданамыз. m v0 квадрат бөлінген 2. Потенциалдық энергия бізде неге тең болады? Потенциалдық энергия mgh. Матыста қысқарады. Біз бастапқы жылдамдығын табуға v0 тең 2gh түбір астында. Біз бастапқы жылдамдықты таптық. Енді Дияр лифтпен бірге лифт шахтасында құлаған кезде дәл бірінші қабатқа құлағанға дейінгі олардың жылдамдығын анықтау үшін дәл осы формуланы қолданамыз, бірақ бұл формула шамалы өзгереді. Қараңыздар, v жылдамдығы n секіргеннен кейінгі жылдамдығы бізде дәл осы формуладан анықталады, бірақ бізде n-ші қабат болғандықтан былай өзгереді. 2gh үлкен h болады, уже. Енді мына жерінде бізде n-1 болады. n-1. n-ші қабат деген болса, бізде n-ші қабаттан жылдамдықты сұраса n-1 деп есептейтін боламыз. Енді әрі қарай егер жерде Дияр v0 жылдамдықпен секірсе, жерде, онда лифтте оның массасына байланысты бастапқы жылдамдығы v1 болады. Яғни лифт жүйесінде импульсын сақталу заңы қолданылады. Лифтке қатысты біз импульсын сақталу заңын қолданамыз. Бізде масса берілген, жылдамдық берілген, Мысалы, ең басында импульс бізде 0-ге тең болса, импульсын сақталу заңы бойынша бізде импульс минус mv1 болса, астыға қарай, үстіге қарай импульсы, мынау бізде Диярдың импульсы, күтте масса тұрғаннан бізде ненің импульсы? Лифттің импульсы. Өткен m тұру себебі. m дельта v, мынау жылдамдығы. Импульсын сақталу заңы қолданып тұр, жазып қойын. Импульсын сақталу заңы, ISZ, импульсын сақталу заңы. Енді бізде v1 жылдамдықты табайық. Бұл бізде салыстырмалы жылдамдық болды. v1 жылдамдық тең v0 минус дельта v. Бұл лифтке қатысты жылдамдық, тең болады v0. v0-ді әкеліп қойсақ, 1 плюс m бөлінген m болады. v1-ді таптық. Енді жердің санақ жүйесіне қатысты импульсын сақталу заңын жазайық. Ол кезде біз жерге қатысты болса, мына екі дене бірге қозғалып жатқандай болады, m плюс n үлкен v. Жазып қойын, импульстың сақталу заңы жерге қатысты. Жердегі санақ жүйесіне жерге қатысты. Ол кезде екі дене бір денеде есептейміз. Міне, үлкен m плюс кіші m v. Бұл бастапқы импульс, соңғы импульске тең. Баланың импульсы плюс лифттің импульсы v плюс дельта v. Оның жылдамдығы шамалы өзгерді, қосылды, дельта v қосылды. Жылдамдығы шамалы көбейіп тұр, импульсы көбейіп тұр. Енді бұл жерден бұл теңдеуді шеше отырып, біз жылдамдықты табамыз. v тең v минус v0 1 плюс m бөлінген m. Тапты жылдамдығын. Қарап жіберейік. Лифт бірінші қабаттан төменге түспейді деп есептен, сонымен қатар енді бізде не сұраған? Егер ешбір зиян шекпеуге болатын болса, мұндай трюкті қандай максималды қабаттан жасауға
мүмкін. Бізге n-ді табуымыз керек, иә? n-ді мына жерден табуымызға болады. Мына жерден квадраттап жібереміз, v квадрат. Мына жерден v-ны аламыз да, мына жерге қоямыз да. Сол кезде жазайын. Мына жерден n, мына теңдеуді квадраттаймыз. Мына жерде бізде v квадрат болады. Мына жерде 2gh, мына түбірасты квадратталып кеткенде, түбірасты кетіп қалады, сонда v квадрат тең 2gh n минус p болады. Бізге n-ді тауып алуымыз керек. Осы жерден n-ді тауып алып, мына жерден v-ны тауып алып, мына жерге әкеп қоямыз. Бұл жерде біз n тауыпты, есептің жауабы шықты. Енді сол n-ді жазайын қазір. n тең болады 1 плюс 1 плюс түбірастында кіші h бөлінген үлкен h. Бөлінген 1 плюс m бөлінген m болады, иә? Еще бұның квадрат болады. Енді сан мәнін қоятын болсақ, 3, 0, 33 болады. Енді бұл есептің n-ін тауып тұрмыз, бірақ жауабын жазған жоқпыз. Жауабын жазуымыз керек. Жауабы dr үшінші қабат болып тұр да, біз n тең 3. Онда үшінші қабат, үшінші қабат dr үшін жеткілікті түрде қауіпсіз. Біз жерде мына жерде 3 өтір 0,33 деген сан шықты, бұны жоқталғанда 3 деп аламыз, иә? Потому что бізде 3 өтір 3 деген қабат саны жоқ. Біз ровный санды аламыз, 3 деген санды аламыз. Сол кезде n тең 3 жауабын осылай жазамыз. n тең 3 өтір 3-ші қабат dr үшін жеткіліксіз түрде қауіпсіз. Бұл бізде толық жауап болып саналады. Сіз 10 баллды алатын боласыз. Осыны жазатын болсаңыз. Енді қарап шығайық, қандай заңдар қолданғанымызды. Бұл ең көп ұпай берген есеп. Ең басында біз энергияны сақтау заңын қолдандық та, жазайын мына жерге. Энергияны сақтау заңы. Жылдамдықты тауып алу үшін бастапқы высотаны қолданып отырып, биіктікті біз бастапқы жылдамдықты тауып алдық сразу 0. Енді n-ші удардан кейінгі жылдамдықты табу үшін бізде n-ші удардан кейінгі жылдамдық. Ол үшін дәл осындай формуланы қолданамыз, бірақ бұл жерде n минус 1-ші болады. Мысалы, ең бірінші этажда, екінші этажға секірген болатын болса, адам 2 минус 1 болады, мына жерде бірінші этаждың формуласы шығады, иә, жаңа бізде есептеген мына формула. Ал бізде мына жерде n-ші болса, n минус 1 қосылу керек формуламызға. Енді ары қарай біз импульсті сақтау заңын қолдандық. Себебі мынау тұйық жабылған жүйе, замкнутая система дейді. Бұл жүйеде біз импульсті сақтау заңы орындалады. Мен мынау бізде оқушының dr-дің импульсы, лифттің импульсы, иә, бізде екі система, лифт плюс баллон. Ары қарай жерге қатысты жылдамдығын тауып алдық. Енді жерге қатысты импульстің сақтау заңын жаздық. Бұл кезде бізде екіден қозғалып жатқандай болады, бірге қозғалып жатқандай болады басында лифт плюс баллон 10 жылдамдығы, ары қарай екеуінің бөлек жылдамдықтары. Енді осы формуланы қолдана отырып, осы алған ең соңғы n-ді табамыз, мына жердегі n санын. Енді таптық, 3 тең жауап шықты. Енді біздің есептің толық жауабы. Басқа да есептерді қарағыңыз келсе, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Басқа да ол есептерін жауаптан салатын боламын. Сау болыңыздар.